قال لي مالي سكي بسه نوري داشيك نوري داشيك نوري فاضي انجليزي نوري داشيك ما كاست على كاست مشي هذا طويل
Ал енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақта мүшел жас деген өте қасиетті жастың біреу екен. Балалық шақта жаңағы бірақ мүшел бар екен 13-те. Мына бұлдырлаған бал тілі естелікке мәңгі қалсын деп міне осындай мүшел той ұйымдастырып отыр ата-аналарымыз. Қазір осы мүшел той иелерін осы классқа, сыныпқа құрметті мүшел той иелерін шақырсақ. Ал жұмабайымыз. Соны ең алдымен тойды бастамас бұрын сынып жетекшісі ретінде өзім осы тойды арнап балаларыма бергім келеді. Жалпы оқушыларым арнау. Мен анамын жарандар, үйде 4-еу, сыныпта 23 балам бар. Балалар бүгін мүшел тойын тойлауда. Қадірлі ұстаз, ата-ана бәрін қараңдар. 13 деген алғашқы мүшел бақсынар. Заманда қиын нарықта қысты тапшы бар. Тәуелсіз елдің ұрпағы болу бірақта біздің осы балаларымызға бақ шығар. Алдарынан кім шығыпты топшылар, бір өмірде сенемін олар үлкен азамат боп шығар. Ал енді әр балаға өзімнің жеке дайындаған сыйлығым бар. Бәріне осындай мінекей жаңа қолдарға кредитка жасап ішіне бір арнау мен жаңағы жазып, онан соң мынандай бір алқа таққым келеді. Бұнда не бар ғой дейсіздер? Туған кездегі баланың салмағы, бойы, қазіргі салмағы, бойы, өзінің қаншалықты өскенін сәби білсін деген ниетпен осындай бір алқа жасадым мен. Бұның бәрін жаңағы мәліметтерден алдық. Ал енді жеке-жеке мен оқушыларымды шақырамын, өздері келсін де менен сыйлықтарын қабыл алсын. Бірінші сандуғашқа. Сандуғашқа. Мынау біздің сандуғаш. Өзі көркем, бойы жүн, сыныптағы сүмбіл шаш. Данаға. Дананың да осындай белгісі бар келе ғой. Перзент дана. Данаға. Мынау біздің данағыз, қыздардың бойы кішісі. Шына шақтай қарағыз, әдем екен күлкісі. Шығыпты, шолпан біздің жақсы оқиды, әрі таза ұғыпты. Ақмарал атты қызымыз, ортадағы гүліміз, жақсы оқиды сабағын, үлгі алсын ұл мен қыз дейін. Оқушы кім? Дархан. 5-ші сыныптан бері бірде-бір өрескен қылық жасамаған оқушы кім? Дархан. Дархан, 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 осылай бол қалқам. Әсет батыр жақсы оқиды сабағын, жүреді күліп әсте ашық қабағы. Әсет батыр өркендей берсін талабың, өмірде лайым жолың болсын қарағым. Ерланға. Ерлан, ең кішісі бір үйдің, Ерлан біздің еркеміз, қыз мінезді байсалды, Ерланға ерсін ұл мен қыз. Санатқа. Қимылы жылдам өзі тез, санат деген бала
баламыз. Жарқылдап жүрер әрқашан ортадағы дарамыз. Жоламанға қыз мінезді жоламан, нағыз жігіт жараған, осы мінезің ұнайды, жаманға істе жолама. Нәзира біздің ерке қыз, сыныптағы серке қыз. Өжет мінез танытты, қолдан бермес намысты. Елзаға уақыт алмадыңыздар деп сөкпеңіздер, әр баланың өзінің жаңағы керемет бір тойы ғой осыларға арналған. Елзажан біздің әншіміз, қоңырқай әсем дауысы бар. Сол дауысты естіген талай адам тамсанар. Аидаға ұқыпты әрі таза қыз, Аида атты баламыз, мөлдіреген тал шыбық, Аидаға қараңыз. Әйгерімнің жалғыз мінез сабақтан көп қалады. Жаны жайсаң жақсы қыздың ашық болсын қабағы. Ақеркеге ыңғылықты, тиянақты орындаған жұмысы, ризамыз Ақеркеге сақталсын осы тұрысы деп. Гүлзия көркем сұлу қыз, өзіндік сыныпта орны бар. Жақсы оқыса Гүлзия тұғырдан биік орын алады. Айбекке қуаты мінезі бар өткір тілді. Айбек батыр қалжыңбас сөз өтімді. Анда-санда сабақтан қала салар, апайы қалмашы деп көп өтінді. Шымшыққа әр қашанда бір қалыпта жақсы оқитын сабағын, кәмшан күні дәрістеймін, өмірлі болып қарағын. Нәзік қана талдырмаш, мұнау біздің Ақмарал, саудаға да ебі бар, бос уақытта аққара саудагер. Дидарға жақсы оқитын сабағын, ризамыз Дидарға. Дараланып озып тұрмаса, Дидар біздің Дидар ма? Мөлдірге мөлдір десе, жаның таза мөлдірсің, жайнап өсіп келе жатқан гүлдей боп, сынық мінез сыпайы жан өзіңсің, сол мінезің шашсын шуақ күндей боп. Азаматқа еңбекке епті, спортқа бейім дарамыз, азамат осы нағыз жігіт қараңыз. Бойда ұзын бар жігіттерден еңселі, сабақты да жақсы оқитын баламыз. Көзілдіріп, өзіне әбден жарасар, бекбол жігіт біздің мынау тамаша. Мінезі де бір қалыпты байсалды, ұстайды өзін жігіттеріндей қалаша. Жаңылсынға
Suyunun şanılsın, ündemez kыздың бірісің, қазақы мінез бойында, әсем сенің жүрісің. Сонымен менің балаларға арналған сыйлық тапсыру рәсімім бітті. Енді әсем. Армысыздар, тойға келген қонақтар, ойнап күліп шат көңілді молақтар. Армысыздар, тойға келген ұстаздар, қуанышпен жүздесейік қыс жазда. Армысыздар, ата-аналар тірегіміз, жарылуға азап тұрау жүрегіңіз. Құтты болсын тойға келген қадамдарың, бар өнерін көрсетер балаларың. Бүгін мұнда үлкен той пердесін ашайық. Бүгін бізде мүшел тойға шашу чашсын. Құрметті ата-аналардың бүгінгі балаларының мүшел тойы құтты болсын, қуаныштары қуанышқа жалғаса берсін. Жылдан жылға осындай қуаныш тойын аман есен өздеріңіздің қастарыңызда қуанышпенен қарсы ала беріңіздер. Балаларымыз бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, оқуда озат болсын, елінің елеулісі болсын, халқының қалаулысы болсын. Үнемі осындай жақсы тойды қарсы алуға Алла Тағала сіздерге барлықтарыңызға нәсіп етсін. Аллаху акбар. Ал енді той бастаңыздар. Білдірәу, үйсасаңыздар болды той бастаңыздар. Ömürde бақытты болғын, ата-ананың қуанышы болғын. Келешекте де осындай қуанышты өмір бақи үнемі жалғастыра берген. Аллаху акбар. Мына үлкен кісілер, мына өнерді үлкен шалдың немересі болғаннан кейін шалдың үлкен біздің үлкен соны ауыз теңізде құдай қалсын. Şimdi ortada
Görünbez olsun. Мына сол кездегі Айданың білезігі екен. Енді мына білезігі кең отырған дүние ғой сол кездегі қараңыздар. Жоқ бойы шешесі біреуі жоламанның кіндік шешесі, құрып, өздеріңіз жек болып бекілеттеріңіз бек болды кіндік шешесі. Үш кіндік шеше болып орындарыңыздан тұрып қалады сіздерге. Кішкентай кезде, кішкентай кезінде жасы жақ болсын, ел жау болсын, балалардың ата-анасының жақсы бір баласы болсын. Бәрімдеріңіз елдеріңіз сау болашақтарыңыз қызыл ой, рахмет, адамдар рахмет. Шөл жасқа келіп отырған балаларымыз бақытты болсын, денелері сау болсын, осы балалардың қызығын бәріңіз теңдей көріңіздер. Дастархандарыңызда әрқашан осы балалардың жақсылығына жайылсын. Балаларымыздың жасы ұзақ болсын, соның бөлімдерінде балама ешқандай сыйлығын бар, соны Шөл жасқа жете беруге түсіндіріп өтесің, әрқашан бақытты ата-анасы болсын. Гүл өмірі ұзақ болсын, ата-анасының жемісіндегі Шешіңіздер аға. Жақсы келіп отыр Әкіш аға, өзіңізге сөз. Құрметті мына мүшел той иелері, ұлдарымыз бен қыздарымыз, құрметті мұғалімдер. Бүгінгі мына тойларыңыз құтты болсын. Мына той өзі бүгін ерекше жағдайда өтіп отыр. Бұл бірінші рет болып отыр. Мынау сондай бір ерекше той болып отыр. Осы той құтты болсын демекшімін. Осындай тойлар бола берсін. Жаңағы балаларымыз мына бұдан кейінгі де мүшел тойларға осындай үлкен тойды осындай деңгейде өткізіп, осындай жақсылықпен өткізе берсін демекшімін. Ал балаларымыз енді оқуда озат болсын, тәрбиелі болсын, үлкен осы еліміздің халқымызға қызмет жасайтын үлкен бір саналы азаматтар болып шықсын деген тілек айтамын. Осы тойды өткізіп отырған ата-аналарға үлкен рахмет айтамын. Барлықтарыңыз атсалысып мына тойды мынандай үлкен деңгейде осындай жұмылып, бірлік, ынтымақпенен балаға деген ықыластарыңызды білдіріп, мынандай той жасап отқан сіздерге үлкен рахмет. Осындай ұйымшылықтарыңыз арта берсін демекші. Гүлдарға рахмет. Жаңа осы класс жетекшісі, жаңағы айтып атқан, жаңағы естеліктер беріп атыр. Осыны балалар естеріне сақтап, үлкен азамат болғанда да айтып үйретіп болсын. Жаңағы. Мына жерде бір-екі ата-анасының сұрағы. Киргизстан әйелдер комитетінің төрайымы. Құрметті ұстаздар, жас бүлдіршіндер, ата-аналар сіздерді бүгінгі мүшелі мерекелі тоймен құттықтаймын. Енді ұзақ созбаймын. Мына осы классымызды біріктіріп отырған гүлдарымызды әлі орамал қол болмай жол болады дейді. Біз орамал бергелі киген жоқ. Сондықтан мынандай жетістей бірлікті болсын деп гүлдарымыздың қолына бірлесіп саламыз. Ал халқымызға үйренерді саусақтай жаңағы білімді, дарынды жаңағы өнерді жаңағы еңбекті бауыздайды халқына қағида тағам. Жаңағы жастар атынан сонымен бірге мына әр оқушымыз
балаларымызға өзіміздің әкелген сыйлықтарымыз бар, соның бір шумағын оқып берейін, қалғанын шетіне шақырып балаларға беріп беремін. Айналайын Нәзира, 13 жас сенің тәттігің балалығың, саған бақыт тілеймін дала гүлін, тағдыр саған танытып аққа оң қарағын, ұлылардың сыйласын даналығын деп, ата-аналар атынан әр өзіміздің кішкентай бүлдіршіндерімізге бір сыйлық. Мына Нәзира сіздің ата-аналарыңызға. Мен суретке тартады екен ғой. Суреттей болсын, өнер жылыңдар. Көптен мен оны күндегіне бердім. Кәншат келе ғой жаным. Әзет келе ғой. Ерлан келе ғой. Шешеге рахмет айтамын деп. Ал енді құрметті мына мүше той иелерін құттықтай отырып, сіздердің барлық жас тілектеріңізге қосыламыз. Мына Ританың ағамыз кішкене арзандай сыйлығымызды ұсынайық. Біздің қазақтың дәстүрінде күнді кездер деген дәстүр бар, кейін күнді кездерінің жұмыстары беріп жатады. Бір қайыз, ақын, бір Ayağlardan bolsun. Bunlar küçüklerim kızıma bir kıyılırım. Mektep barmağımızdan ağabey, onun aytkan her sözünden anasın. Söz vereyik, apay menem ağaylarga tağılımından zor kıvırat tavasız. Söz mектеп директоры деспекке, сонан кейін осы жаңағы балаларды А деп әріп танысқан ұстазы Бәтима тәтеге беріледі. Құрметті ата-аналар, оқушылар, мынау мектебімізде бір басталып отырған жаңаша бір жақсы ұйымдастырылған дәстүр өз қалыптасып отыр. Бәріміз қуанып отырмыз. Мынау адам баласы дүниеге келгеннен кейін мүшелге толады, бірінші мүшелге толып отыр, балалық шақ мүшеліне. Енді мынандай ұйымдастырылып, жалпы осы класстың мектеп бойынша мен айта кетейін, мақтағандық емес, өте ұйымшыл ата-аналар. Былтыр білесіздер, осы класста міне осы ата-аналар ұйымдасып, ешкім оларды артына итермелеусіз-ақ, өздері ешкімнің ықпалынсыз ұйымдасып, міне мына классын осындай кәмелетті, осындай жағдайға әкеліп берді. Ауданда 20 мектеп болса, 20-дан 1000-дан аса класс бар. Сол 1000-дан аса класс іші байқауда бірінші орын алды осы класс. Аудан бойынша бірінші орын алды. Ол енді мектептен ешкім бір жақтан дүние әкеліп берген жоқ, осы ата-аналар шығарып жасап берді. Оның өзі үлкен мақтаныш. Сол бір жылғы осы ата-аналардың еңбегі қазір біздің мектеп үшін мектептің Аққалис мектебі атына атауға бір жылға азық болып келе жатыр. Күнде міне 2-3 күнде топ-тобымен келіп сонау Нарынқолдан келгеннен алдыңғы күні қалып, келген екінші мектебі көріп кетті. 5-6 адам. Сол жақтан келіп көріп жатыр, қайтып жасалды екен ол ата-аналарды. Мен бірінші сіздерге сол үшін алғыс айтамын. Екінші рет міне бүгінгі мынандай дастархан ұйымдастырып, мынандай балаларыңыздың тойын, 23 баланың тойын үйінде жасап жатпай-ақ, ұйымдастырып көз алдында осындай тәрбиелік мәні бар мағынада жасап өткізіп жатқандарыңызға рахмет. Балаларыңыздың жасы ұзақ болсын, дендері сау болсын. Балаларыңыз есейіп еді 85 жас кәрілік мүшелге толып, сол кезде атайтын болайық. Тәрбиесін білімін уақытта бармай алып бар, жаңағы беріліп жатқан бата барлығы қабыл болсын. Сіздерге тағы да рахмет. Бұл кісі де мүшелде. Қаншасыншы мүшелде?
соғысқа. Мына құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, мына бүгінгі жүн той иелері, сіздерді мына бүгінгі қуаныштарыңыз, үлкен берекелеріңіз құтты болсын. Ал енді бұл балалар ең бірінші рет мектеп табалдырығын аттамас бұрын дүниеге келгенде мына құрметті ата-аналарға айта кететін әрқайсысы баланың аттап басқан қадамының бәрі қуаныш. Мысалы үшін ең бірінші дүниеге шыр етіп келгеннен кейін шілдеқана тойы өтті, одан кейін бесік тойы өтті, содан кейін әйтеуір аяғын тай басқан тұсаукесер тойлары өтті. Содан кейін біреуінің тұңғышы болса, біреуінің немересі, біреуінің кенжесі мектепке жетектеп алғаш алып келген. Ол да бір үлкен қуаныш. Сол кезде біз қабылдап алдық. Содан кейін бұл класстарға, осы сынып оқушыларымызға бірінші рет осы мектепте пілашар мерекесін біз бастаған болатынбыз. Пілашар мерекесін өткізіп, осы мектепте осы барлық осы оқушыларменен мерекені өткізгенбіз. Ол кезде де осы Кербез тәте бастап, одан кейін Нағима тәте мен Кербез тәте шашу шашып, негізгі ата-аналарды араластырып, барлық ата-аналарда үлестерін қосты, осындай мейрам өткіздік. Ал енді міне бүгінгі күні барлық сәбилік шақ, балалық шақтарының барлығын өтіп, енді балалық шақ мүшеліне келіп отыр. Сәбилік шағынан өтіп, балалық шаққа келіп отыр. Енді де бұл балалардың үлкен әлі белестері бар. Енді тағы да балалардың 11-ді бітірген тойларын осындай ынтымақ бірліктеріменен өткізулеріңізге тілектеспіз. Сондықтан ең бірінші осы оқушыларды иелеп, осындай қаретке жеткізген біздің мына Рәсиламыз. Сондықтан жаңағы біз 2 мұғалімді де өз сөйлесін сөзіне қандай кездескенде дедім. Тірліктіргенде жаңа еңбекке баулығанда, осындай тәрбиелегенде, ата-анаға да жаңа осындай өсиетін бәрін тәрбиелеп, бірінші оқысымызда осы мектепті ашып, осындай қуанышты нені бірінші ашқан біздің Бәтимамыз, міне одан кейін екінші ұстазымыз, 2 ұстазымыз да сондай болды. Өздеріне таратып берейін. Aramızda analarımız otur, Zalatoy tәтемен sizге söz verelim. O sizden жаңа Ақназайдың дөңесін болмайды. Allah mına жетім сөзден өтсін, аңсаған армандарына жетсін, тілеген оқуларында үздік оқып, аңсаған армандарына мамандық иелері болсын, ата-аналары қызығын көрсін. Мына бізден немереге келіп отырмыз, немеренің қызығын көрейік. Барлықтарыңызға жастар біз сияқты немеренің тойына келе беріңдер. Сол енді аспан ашық қой. Ұстасаң талабыңызда талап ұстайын, сөз
Erkelep oynatsak, bilegen perзент eldirep yettiregen, bugün uşul tayda ayda dende akiler temirip aklegim. Yıkak ategim. Ve bugün olsa 7 klasların okuşları Rusya Kolejesi tasarlamışlar. Ben köpke görüp rahmetli aytam. Yani olsa okuşlar kelesi vakitte da жақсы okup, жақсы terbiye alıp, осы muhallimlerimizin aytkanı tırnap, her vakitte tanalı, terbiyeli bolup, öse verүүnü, және жасқа ulaşıp, müşöl жастары ulgaya versin, kosa versin, tek kadar жақсылық dileyim, денсаулық dileyim. Ектем мектеп ұжымы, және де ата-аналар, жаңа айтып жатыр сіздердің немересі, өздеріңіздің балаларыңыз, қыздарыңыз, бәрілеріне өмірлеріне жақсы жол тілеймін, жақсы қадамдар құтты болсын да. Бірінші мүшелден келіп отырған кейін ары қарай мүшелдерге, анау соңғы мүшелге дейін талмай, еңбекпен жаңағы қажырлы біліммен сондай қалаппен жетсін, бәріне денсаулық тілеймін, бәріне қадамдарына гүл бітсін, бәрінің. Ал енді үлкен кісілер сіздерге де осында қашан болса немерелеріңіздің, балаларыңыздың мүшел тойын өткізе берулеріңізге тілектеспін. Бірінші мынау енді мектеп ұжымы жаңа бәтимат ете адеп үйреткен, әріптерін үйреткен мына балаға сізге рахмет айтамын. Ал енді мынау қазіргі мынау балаға тәрбие беріп жатқан Гүлнәш әте сізге де көп-көп рахмет айтамын. Мына жерде отырған көп ұстаздарға бәрілеріңізге Bugün kim yok? Sabahlar kedekşi. Şölkülübay gelip kalganmıştı koymuş koy. Köpçülüğün dayındalık geldi. Biletler boyunca dayındık, emtihanga dayındık sabahı dedi. Sonuçtan da emtihanga dayındık sabahını жүргізе бастаймыз. Бәріміз де сұраймыз. Ең алдымен мына таблицаға қарап алайықшы. Біз сендерге айтқанымыз өтінде морфология саласынан бастаймыз, емтиханға дайындық деп, оның ішінде сөз таптарына. Ал бір қарап шығайық бәріміз. Енді мынандай сұраққа жауап беріңдер. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Кім айтады? Қолдарыңызды көтеріп отырамыз. Мөлдір. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. 9 сөз табы бар. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу, шылау, отағы. Мөлдір дұрыс айтты ма балалар? Орнын ауыстырған жоқ па? Ауыстырған жоқ. Ағызге сен айтып қойшы, дәл осыны қайталап. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, шылау, еліктеу. Шатасып кетсіге? Қайтадан айтып қойшы. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу, шылау, отағы. Иә. Неге біз шатастыруға болмайды деп жатырмыз балалар? Себебі ол қазақ тіліндегі бұрыннан келе жатқан қағида, иә? Оны ешқандай өзгертуге болмайды, дұрыс айтады. Ал енді қазақ тіліндегі ең бірінші сөз табы қандай сөз табы? Оның анықтамасын кім айтып береді, иә? Зат есім. Зат есім айтып көре ғой. Зат есім дегеніміз заттың Несін білдіреді? Заттың атын білдіретін нені? Сөз табын зат есім дейміз сұрағы. Кім не деген сұраққа жауап
Мысал келтіріп тұршы. Мысалы, мектеп. Мектеп. Не мектеп? Жарайды. Отыра қой. Зат есімі ішінде қалай бөлінуші еді? Құрылысына қарай. Естеріңде бар шығар? Иә? Кәмшат? Жалқы есім, жалпы есім. Дұрыс айтады, жалқы есім және жалпы есім. Бізге керегі жалқы есім болып тұр болса, жалқы есім. Жер суаттары, Жер суаттары, газет журналистары. Тағы сол ғана ма? Жер суаттары. Иә, айтып көрші. жер суаттары, адам аттар, Хайуанаттар. газет. Асқақ, даң, ән, күй, би, кітап аттары неге жазылады? Жатады? Жалпы есім. Олар қалай жазылушы еді? Басқа әріппен отырыңдар. Ал енді екінші сын есім дегеніміз не? Ақмарал? Сын есім дегеніміз заттың сынын, сипатын, түрін, түсін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Ал сын есім қай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, мына гүл әдемі. Қандай әдемі? Мына гүл қандай әдемі? Келістік. Сан есімі Аида. Сан есім дегеніміз заттың санын, сапасын, ретін білдіретін сөз табын сан есім дейміз. Мысалы, мен екінші қатардың екінші партасында отырамын. Ал сонда қандай сұрақтарға жауап береді екен? Мен екінші қатардың қаншасыншы партасында отырамын? Қаншасыншы, несінші, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді екен? 15 дәптер. Қанша Келістік. Енді есімдік кім айтады? Дидар. зат есімнің, сын есімнің, сан есімнің орнына жүретін сөз табын есімдік деп айтады. Ол Мысалы, кез келген бір есімдікке мысал келтіресіз? мен ағаш отырғыздым. Мен ағаш отырғыздым. Қандай есімдік деп аталады бұл? Мен деген Жүктеу дұрыс айтады. Отыра қой. Осы бір санауға қарамай, сен айтып көрші. Назира. Есімдік дегеніміз Үстің несін білдіреді? Қимылын білдіреді. Нені? Сөз. Айтып жүрсің. Етістік дегеніміз заттың қимылын, сөз, әрекетін білдіреді. Білдіретін нені дейміз? Сөз табын етістік дейміз. Ал осы Назира мысалы айтшы. Әсет саған оқысы. Мен жұмыс істедім. Қайсы? Мен не істедім? Мен не істедім деген, не дегенің сен зат есімге қойып тұрмын. Мен қайттым, істедім, етістік істедім. Отыр, шатастық. Енді одан кейін істеу дейді. Істеу қандай сөз табы. Кейбіреуіміз үндеместеріміз үндемей әлі отырмыз. Істеу. Айғын сен айтып көрші істеу дегеніміз дейсіз. Істеу дегеніміз мезгілінде, Іс-әрекет. мезгілінде, Мезгілін, мекенін, мақсатын, білдіретін сөз табын істеу дейміз. мысалы, Кәмшат сен мысал келтіріп көре аласың ба? Істеуге. Ертеден қара кешке дейін жұмыс істедім. Қайсы істеу? Еліктеу сөз дегеніміз не? Үйден дайындалып келу керек. Еліктеу сөз. Еліктеу сөз дегеніміз не? Сәулетова сен айтып көрші. еліктеу сөз дегеніміз табиғаттағы әртүрлі құбылыстарды білдіреді. Ол құбылыстарға, дыбыстарға, еліктеулер болған сөз табы. Ал мысалы айтып көр. Еліктеу сөз ішінде қалай бөлінеді? Бөлінеді. Бейнелеуіш сөз, еліктеуіш. Ал еліктеуіш сөз дегеніміз не осының ішінде? Еліктеуіш сөз дегеніміз Табиғаттағы тек қана дыбыс еліктейді. Ол не дыбыс қана? Еліктеуіш. Ал бейнелеуіш? Бейнелеуіш сөз дегеніміз табиғаттағы құбылыстар. Ал жаңағын айтқан. Ол аюшақ қорбан етеді. Қайсы? Бейнелеуіш. Қорбан, отырма, шағыз. Шылау.
шылау. Кәмшат шылау. Толық лексикалық мағынасы жоқ. Маңызы жоқ. Ешқандай сөйлемші алмайтын. Сөз табыншылау дейді. Үйе сөз бен сөзді байланыстыратын сөз табыншылау дейміз. Мысал келтірші, кез келген бір шылауға. Мен де, сен де, әсет де сабақтан кешіктік қайсысы шылау? Де. Сен де дегендегі де, әсет де дегендегі те. Шылауды алып тастап айтсақ болады. Мен, сен, әсет сабақтан кешіктік десек бола ма? Болады. Ешқандай мағынасы жоқ. Кәмшат дайындалмағанбыз, нашармыз. Білдіретін сөз табы. Одағай дейміз. Мысал келтірші. Қуанышты білдіреді, ренішті білдіреді, айында деп айтар деп отыр. Көңілді болып келді. Мен сабаққа қалай... Ой, мүлдем жатастың, одағай жолдастар. Соға бергенбіз. Жазық кең дала менің отаным болды. Бұған қандай салдырмызды деп едік? Мына ауа әрі жұмсақ әрі тәртті. Оқу дегенге бірінші талдауды кім жасап береді маған? Тақтаға кім келеді? Шолпан келіп көрші. Жазық кең дала менің отаным болды. Тездетіп жібер, жылдамдатып жібер. Бұл не деген сөз? Түбір деген сөз, ал дұрыс па балалар? Дұрыс, несім? Онан соң? Керек жоқ өз айтады. Несім дұрыс келістік. Дала? Түбір сөз? Қандай? Зые дейсашы. Зат есім? Қандай есімді? Жүкте өзімді ойғайып жатыр тұрмыш. Қандай септік? Ілік септік деп бірақ жазы дейді. Ілік септік, келістік. Отан. Зат есім. Біреудің меншікті кезінде. Менің отаным. Басқа шүкілікпеңіз. Бұл не? Тәуелді жоқ. Ал, бұл қазір мұны сөз табына дейін асап өтіп осыған байланысты етістік дейді. Етістік. Етістікке тікелей жақындығы да жедел өткен шақтың жұрнағы ж, ж дейсі. Жедел өткен шақтың жұрнағы. Шолпан бәрін бір салдар ме балалар? Ауасында бұл не? Бастауыш. Оған не деген сұрақ қойды? Қойды тұр. Не деген сұрақ қойды? Енді әрі дегенді неге талдамай тұрсың дейді? Өйткені ол қалғанбайды. Неге? Не ол? Қандай? Не үшін талдамайды? Себебі кім айтады? Кім айтады? Иә? Масқара. Әрі дегенді неге талдамай тұр? Неге талдамай тұр? Сөздің мағынасы. Сөзбен сөзді байланыстырып. Бұл не сөзбен сөзді байланыстырып тұрғанда? Ауа жұмсақ тәтті деп айтсақ болады. Бұл не? Бұл не? Шылау. Шылау болғандықтан ол ешқандай сөйлем мүшесі бола алмайды дедік. Нашармыз. Бұны қарабайды не? Отырау. Оқу деген сөзге фонетикалық талдау жасап. Кім жасап береді? Кәдімгідей кім жасайды? Оқу сөзіне фонетикалық талдау ақмарал жасайын дейді, кәдімгі кірсейік. Оқу жылдамдатып талдатып жібереді. Дауысты. Осының бәрі емтиханның сұрақтарында бар балалар. Ал енді көрсек қанша дауысты? 3 дыбыс бар. Тең болады? 2 дауысты дыбыс. Плюс қанша дауыссыз? 1 дауыссыз бар балалар. Келістік қой, е? Дұрыс па? Дұрыс. Енді қалай таңдаймыз ағай? Бірінші. Оқу. Қандай буынды сөз? Оқу. Оқу. 2 буын бар. Жуан буынды жаз. Жуан буынды дей сал тез-тез. Ашық буын. Ашық буын. Үшінші несіне қарсы? Қасымалданама? Қасымалданбайды. Дұрыс айтады.
байды. Тасымалдан байды. Б-ды дейді. Тасымал б-ды дейді. Тасымалдан байды дейміз. Төртінші несіне қарашайды? Ал келесі жылы өсіп түсіреді. Жас қайтадан оқу деді. Ал енді екпін түсірді. Ал екпінді түсірді. Сонша биікте түсірген оны кішкене астына қарай. Удың. Енді жетеді сол. Оқу екпін түсірді. Кейін неге қарашайды? Үндестік сәні бар ма онда? Жоқ. Онда үндестік сәні 5-ші жоқ дейді. 23 бала бар. Класстың оқушылары туралы не деп айтсақ болады? Класстың оқушылары тәртіп жағынан өте тәртіпті, ұйымшыл, бір нәрсе айтсаң, бірігіп жаңағы жұмыла кірісті деп балалардың сондай қылығына өте риза боласың. Қай кезде болса да өзіміздің сыныбымызбен бірлесіп жұмыс істейміз. Мына біздің сыныбымыздың әр беттерде түскен суреттерін мына осы кабинетті ата-аналардың көмегімен жабдықтадық та сол кабинетті естелік болып қалсын деп бүкіл сынып бойынша түскен сурет. Мынау менің бір сабақ беріп отырған сәтім, сендерде қазақ тілінде естеріңде бар ма әлгі? Түсіп едік қой. Ал енді сынып оқушылары туралы қарап тұрсам бізде қат-қат қағазымыз, жинақтаған файларымыз бар. Енді мына жерде балалар бұны мен сендерге көрсеттім ба, көрсетпедім ба білмеймін. Мына сендердің өтіп жатқан кәдімгі тәрбиелік жұмыстардың фактісі. Мынау жаңа қаншада мекендерің, нешінші бала екендерің, мектепте оқитындарың мысалы, қай сыныптарда оқитын нысандарың, сонымен тұратын көшелерің, телефон номерлерің, сонымен темпераменттерің, мен сендерге айтып бердім ғой, біреуі холериксің, сен сангвиниксің, сен мұндай-мұндайсың деп. сонда жаңағы темпераменттерің жазылған. Сонымен естеріңде бар шығар, жұлдыздары туралы оқып бергенім. Сен пәлен жұлдызсың, түген жұлдызсың деп мысалы әріптек бар, су құйғыш. Су құйғышта сенің мынандай қылықтарың бар деп оқып беріп едік қой. Мұнда сендер туралы мәлімет толық жазылған. Одан кейін сүйікті мезгілдерің, анкета алып едік қой, білесіңдер ме? Содан кейін сүйікті кітаптарың, бос уақытта немен айналысатындарың сендердің, өздеріңнің, үйде көрсететін көмектерің, ұнататын киноларына дейін біреу сұрай қалса мен сендерді жатқа білемін мінекей. Мысалы, Аида Үндінің киносын ұнатады екен, Азамат Көксеректі ұнатады екен, Шолпан Қызбекті ұнатады екен. Кім екен мына Чиради деген әлгі 5-ші Гүлзия Чиради ұнатады екен. Өңкөй Бидикті ұнататын Айбек екен. Видео кассетада, киноларда. Ең сүйікті мұғалімдерің мұндағы. Сонан соң ең сүйікті пәндерің, оқитын газеттерің онда да сүйіп оқитын. Соның ішіндегі ең сүйікті адамың, ең жақсы көретін жаңағы тамағына дейін жазылған мына жерде. Өздерің білесіңдер, сендерден барлығын осы мәлімет етіп алғанмын. Ал енді кейін 15-20 жылдан кейін, мектеп бітіріп кеткеннен кейін кездесуге келген кезде апай көрсетіңізші десеңдер, мен осының бәрін сендерге қайтадан көрсетіп беремін. Сол кезде мүмкін қызықты болатын шығар деп ойлаймын. Қазір сендерге қызықсыз енді. Ал енді мынау сол сендерге оқып берген жұмыснамаңыз. Білесіңдер ғой, әрқайсың жеке-жеке. Мынау сол сенің қандай адам екеніңді оқып бермедім ғой онда. Міне, ал енді мемлекеттік әнұранды жаттап жүрміз, мың баланы жаттап жүрміз. Мына сол жаттаған кездегі сендерден ылғи осыдан алып беріп әлгі жаттаңдар деп жүрген дүниеміз. Міне мың баламыз. Мынау әлгі білесіңдер ғой сендер. Елімізді білеміз бар. Ана тілің арымыз деген бір кеш өткізіп едік қой, сентябрь қыркүйек айында. Сонда мынау сол кештің тұтас жасалған дүниесі. Сендердің жаңағы әр жиналыстың хаттамасы мынау былтырғы биыл айтқан қағаз отырысы қайтадан басталды ғой бізде. Былтыр біз деген 13 апрельде отырғызыппыз, 61 қағаз отырғызыппыз да Күләй тәтеге қол көтеріп алыппыз мына жерде. Ал енді бір түпте ағаш отырғызған жоқпыз. Бүгін мына Қарағайды отырғызып біткеннен кейін субботникке келеміз деп отырмыз. Енді қайтадан осы жұмысқа кірісеміз. Тағы да Күләй тәтелеріне қол қойдырып аламыз да тігіп қоямыз мына жерде. Мынау сендердің әлгі әртүрлі биологиядан басқадан табиндерің мінекей. Бүкіл не істеп жатырмыз сол іс-шараларымыздың бәрі осында жинақталған екен. Содан кейін мынаны немелерден алып едім ғой сендерге арналған тест. Тесттерінде бар шығар. Ол тесттің мына жақта қорытындысымен тұр. Жеке
істеп алғанбыз. Мынау біздің осы жыл бойғы өткізіп жүрген дүниеміздің жинақталған жиынтығы екен балалар. Енді келесі жыл мәліметтер қойсаңдар. Мына жердегі әртүрлі осы балалардың нені жақсы көріп, нені қоятыны туралы мәлімет толық бар.